формула піштірген. Оқушылар, біздің ауылымызда қандай мереке? Өте тамаша. Ал енді біздің келген қонақтарымызға жаңа жылда құттықтауымыз бар ма? Иә! Әне, құттықтап жіберейікші. Жаңа жылдарыңызге өмір жасаңыз, ұзақ болсын, көп жасай беріңіз. Денсаулықтарыңыз аман болсын, отбасыларыңыз аман болсын, бақытты болыңыздар. Бауыр-шағаларыңыз сау болсын. Денсаулықтарыңыз мықты болсын, өмір жастарыңыз ұзақ болсын. Осы жаңа жылдарыңызды жақсы қарсы алыңыздар. Ал балалар, біз әдеттегідей екі топқа бөлінейікші, кәне балалар. Ал балалар, енді өзіміздің екі топқа бөлінеміз. Суда ерігендер және ермейтіндер. Құрметті оқушылар, енді біз өз орындарымызға жайғастырып, ал енді біз сендерменен үй тапсырмасына тоқтала кетейікші. Біз кеше қандай сабақ өттіңіз? Қандай тақырыпта айта қойшы? Жауын-шашынға не жатады? Жауын-шашынға не жатады? Балалар, күн райы дегеніміз не? Күн райы дегеніміз ауа райының кезін айтамыз. Күн райы дегеніміз. Тамаша. Балалар, ал енді біз осы жауын-шашын түрлерімен сендермен таныстық. Қандай жауын-шашын түрлері бар кәне? Нелер айтады кәне? Ал Мені сүйіп келе түсетін жауын-шашын. келе. Тағы қандай түрі бар? Қанша? Түрлі пішінді мұз құйрықтары түрінде түсетін жауын-шашын. Жақсы. Бұршақ, ірі сап тершіктерді түсетін жауын-шашын. Тамаша. Түрлі заттарға түрі бар. Не тәрізді ақ ұлпа, мұз құйрықтары.